Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Біз бүгін тендерге заявка жіберу бойынша нұсқалық түсіреміз. Ең алғаш Госреестр сайтына кіреміз. Госзакуп және де личный кабинетке кіреміз. Бұл жерден егер сізде ИПТО болмаса да, осы жерден тендерлерді, сценаларды қарауға болады. Личный кабинет кіреміз. Ключ таңдау. Ключіңіздің тұрған жері. Мен ГОСТты таңдадым, себебі қол қоятын кезде автомат қойыла беруге болады. Кірді. Енді тендерді қайдан табамыз? Закуп, поиск объявлений. Осы жерден статусқа прием заявкаларды таңдаймыз. Прием ценовые предложения. Место. Әркім өзіне ыңғайлы жерде, өзге жақын жерде. Қазақстан кез келген точкасына алуға болады, просто мен үшін жақын жерлер ыңғайлы. Шығардық. Мысалы ғана жерден арзандау түсінікті болу үшін мынаны таңдайық. Приобретение канцелярский товаров дейді. Екінші неден аштық. Осы жерде жазылып тұрады. Рамка для граммата формат А4 дейді. Нақты документациясы осы документация и на жерде технические спецификация перейти басамыз. Осы файлда бізге нақты ақпарат тұрады. Ашып көреміз. Рамка для благодарственные грамоты вручения. Осы жерде толық жазылып тұрады. Сіз мысалға егер ертең күн таласатын жағдай болса да, осы жердегі жазу информацияға қарай таласасыздар. Түсінікті бұл, жеңіл. Қазір бізге заявка жіберу үшін доступный действие дейміз да, создать заявку. Осы жерден автомат шығады бәр. Шотты таңдаймыз. Далее. Енді мына жерге птичка қойылады. Добавить вибранный. Мына жерде бір болды уже. Птичка далее. Бізге екі пунктті міндеттепті. Мысалы, обеспечение мен описание. Обеспечение дегеніміз кошелекте 1% ақшан тендер біткенше ұстап тұрады. Біз типті деньгisi электронный кошелка деген таңдаймыз. Кошелка. Сохранить. Назад. Верните в заявку. Описаниеға. Бізде не? Рамка для граммата формат А4. Қазақстанда дей саламыз. Мына жерінде кім жасаған білмейміз. Жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да. Верните заявку. И далее ендігі кезең сенасын жазу. Мысалға 1000 теңгеден беріліпті, 198 теңгеден жібереміз. Осы жерде даледен бұрын сенаға қол қойып аламыз. Бірінші подписать сену. Ключ таңдап. Сенені растау үшін қол қойып жатырмыз қазір. Міне қол қойылды сенаға. Енді далее дейміз. Бізге уведомление шығып тұр төбеде. Осы жерде екі птичканы қоямыз да, подать заявку. Да. Міне біздікі заявкамыз жіберілді. Осы автомат түрде бізге төбеге уведомление келеді. Подача заявку. Сіз осы лотқа қатысыңыз, заявка жібердіңіз деген сияқты. Енді жіберген заявкаларды қайдан көре аламыз? Рабочий кабинет, мои заявки. Міне осы жерде тұр. Жіберген заявканы қайтарып алу үшін осы түймені басамыз, атазы. Окей, да дей саламыз. Қазір бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Осыны да дейміз. Все, заявка атазы болады. И удалить. Все, заявкамыз қайтарып алынды. Осы жерде уведомление келеді тағы да. Не, отзыв заявка. Сау болыңыздар достар, барлығыңызға сәттілік, қолдау көрсетіп, лайк басып, подписка жасап, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.
Жақсы ақша табыңыздар тендер арқылы.